Сәлеметсіздер ме? Есімім Толғанай Молбай, трейдинг саласында 3 жылдық тәжірибесі бар экспертпін. Трейдинг саласына алғаш келген кезде мен депозитті қалай басқардым, ал қазіргі нәтижемен депозитті қалай басқарамын. Осы екеуінің айырмашылығын түсіндіретін боламын. Алғашқы уақытта трейдингте бірінші курс оқып болғаннан кейін барлығымыз не істейміз? Ой, мен трейдермін, болды, мен ақша таба аламын деп ойлап, бірден депозитке 200-300 доллар сала қаламыз. Ол барлығымыздың басымыздан өткен. Мысалы, мен өзімнің тәжірибем бойынша айтайын. Ең алғашқыда мен 200 доллар депозит салған болатынмын. Алғаш рет мен акция саласына келген болатын. Tesla компаниясынан 15 штук сатып аламын деп 200 доллар депозит салдым. Одан мен бірінші минусқа түстім. Демек, бұл кезде мен білген жоқпын. Депозит салғаннан кейін сен сделка ашқан кезде алғашқы секунд уақыттары сделка минуста тұратын мен білген жоқпын. Осы кезде 200 доллардан мен 100 доллар стоп алып, депозитім 100 долларға түскен болатын. Яғни 100 доллар депозит қалғаннан кейін енді мен Tesla компаниясын қанша штук сатып аламын, енді мен трейд жасай аламын ба деген сұрақ мені мазалады. Неге? Өйткені менің депозитім стоп алғаннан кейін не істеді? Азайып кетті. Демек, қаржылай сауаттылық бұл кезде жоқ еді. Алғашқы бірінші, екінші курсты бітірген кезде менде осындай жағдай болған. Одан кейін мен уже білдім. Мендегі білім жеткіліксіз, яғни бірнеше курс оқу керек, және Форекс саласына келгеннен кейін 24/5 жұмыс жасайтын Форекс нарығы келгеннен кейін мықты білім керектігін білдімде. Алғашқы үндістандық СНРге дейінгі білімдермен трейд жасаған кезде мен депозитімді азайта бастадым. Ол кезде маған келген ой, Толғанай, нарықта өте ақша көп, трейдингте ақша деген море. Бірақ көп ақшаны табу үшін сен қалтаңнан көп ақша салуың керек пе? Ал егер стоп алған жағдайда, немесе депозитің күйген жағдайда, слип болған жағдайда тағы да ақша салатын болсаң, ол ақшаны қайдан аласың? Яғни мен алғашқы 4000 доллар минусқа түскен кезде кредиттерім бар болатын. Өзім 250 мың айлық аламын. Сол 250 мың айлығымды алып, кредит жабудың орнына мен осы трейдингке салып ақшаны жоғалтып алған болатынмын. Дәл осындай жағдай болмас үшін мен депозитімді азайттым. 100 долларға азайттым. Енді 50 долларға азайта алмадым. Неге? Ол кезде менде эмоция болған. Яғни трейдингте бір кнопканы басып үлкен ақша таба аласың, бірақ оның артында қаншама білім, энергия, уақыт жатқандығын ол кезде біз қатты сезінбейтінбіз, барлығыңыздың бастарыңызда өткен шығар. Сол кезде 100 доллар депозитке мен азайттым. Содан мен бұл жердегі алатын штугымды уже азайта бастадым. Бұрынғыдай 20-30 штук бірден алмаймын. 10 штук немесе 5 штук сатып алатынмын алтыннан. Және бұл жерде мысалға депозитім стоп алатын болса, мысалға 5 доллар күйетін болса, 95 доллар депозитім қалатын. Одан кейін мен түсіндім, үлкен ақша салмайық, үлкен стоп алмайық, аз ақша салып, егерде сен штугыңды азайтатын болса, нормально прибыль қалады екен. Нормально депозитің сақталып қалады, ары қарай трейд жасай аласың. Уже мен осы кезде екінші этапта мықты трейдермін деп тағы да ойлап қалдым. Бірақ қателескен екенмін. Неге? Өйткені депозитің неғұрлым сен үлкен болған сайын, сенде сделка аша берген келеді, яғни қолың жыбырлап, депозиттің үлкен болып, сделка аша берген сайын сенің алатын стопыңды көбейе береді. 95 доллар қалды, тағы да мен сделка аштым, мысалға 15 доллар стоп алдым дейік, сонда менде 80 доллар депозит қалды. 80 доллар қалған екен, тағы да сделка аштым, осымен 0 болды бұл. Яғни сенде депозиттің бар кезде сделка аша беретін екенсің. Яғни білім жеткіліксіз кезде адам бәрібір өзін мойындамайды ғой. Одан кейін үндістандық СНР стратегиясын оқып, арада бірнеше жыл өткеннен кейін, менде үндістандық СНРдің білімі бар болғаннан кейін, менде уже тәжірибе бар. Өйткені мен мына этапта жүрген кезде 10 доллардан 8300 доллар жазап рекорд орнатқан болатынмын. Дәл сол кездегі менің эмоциям, сол кездегі менің опытым, тәжірибем маған көмектесіп, үндістандық СНРден кейін мен бірден депозитті 50 долларға азайттым. Осы кезде маған өте керемет ой келді. Бұлай қарап тұрсаңыз, логикаңыз дұрыс болса, сіз көп нәрсені түсінесіз. Депозитің үлкен болған сайын сделка аша бересің, минусқа түсе бересің. Ал трейдинг саласына келген кезде бір ғана кнопкамен басып үлкен ақша табуға болады деген шетелдіктердің, эксперттердің сөзін естиміз, бірақ бұл қалай? Ойлана келе мен түсіндім. Значит, депозитті азайту керек 50 долларға. 50 долларға азайтып, бұл жерде фулл маржаны іске қосатын болсаңыз, сізде үлкен прибыль болуы мүмкін. Яғни мен 50 доллар депозитті алдым. Сөйтіп өте мықты сделкалар жасайтын кезде
телевизорда көрсетемін қазір. $50 депозит. $50 депозит. Жақсы анализ жасап аламын. Мысалы, мына жерде sell зона және buy зона. Негізі біз жай ғана простой sell мен buy зонадан сделка ашпаймыз. Сіздерге жай ғана мысал ретінде көрсетіп жатырмын. 4172, 3977 мына buy мен sell зонаның ара қашықтығы, яғни диапазоны $195 қозғалысы құрайды. Яғни осы қозғалысты ұстау үшін менде $50 депозит болды. $50 депозиттен мен не істедім? Full маржаны іске қосу арқылы примерно 20 штук аштым. Міне, 20 штук аштым. 20 штукты көбейтеміз $195 қозғалысқа. Яғни алдын ала мен қанша прибыль табатымды есептеп аламын. Депозитім $50. 20 штук ашамын, 195-ке көбейтемін. Мысалы, калькулятормен есептейтін болсақ, 20 штукты көбейтемін 195-ке. Тең $3900 прибыль табады екен. $3900 прибыль. Ал ол теңгемен бөлетін болсақ, примерно, группа 2 миллион, 1 миллион 700 мың сондай болады. Примерно. 1 миллион 700 мың дейікші. Осы ақшаны тапқаннан кейін, мен мына сделканы, яғни селдан buy зонаны жасап алғаннан кейін, енді байға позицияға кірдім. Сөйтіп мен стоп алдым. Стоп алғаннан кейін, мен біраз уже күтіп қалдым. Осындай зонаның тағы да пайда болған күтем. Оған дейін мен сделка ашпаймын. Сонда мен 1 миллион 700 мың теңге тапқаннан кейін примерно 1-2 ай отырамын. Осы ақша маған 2 айлық болып саналады сонда. Осы табысты тауып бастағаннан кейін тағы да менде керемет бір логика пайда болды. Ол қандай? Мен депозитімді сәл көбейтуім керек. Яғни үлкен депозит болса, мен үлкен ақша таба аламын. Бірақ үлкен депозитті мен қалтадан салғым келмеді. Өйткені мысалы $2000 саласың, е? $2000 прибыль салатын болсаң, то есть депозит. $2000 депозит салатын болсаң, сен ол жерден full маржамен сделкаға кіретін болсаң, без убытка деген инструмент бар. Без убытканы үлкен депозит ұстайтындарға жақсы көмек ол. Яғни сіз без убытканы қолдану арқылы депозитті сақтап қаласыз. Әйтпесе мына депозитті барлық 100% full маржаға іске қосатын болсаңыз, ол күйіп кететін болса, 1 миллион теңге кәдімгідей ол ақша ғой, жұрттардың ол 4-5 айда әрең табатын ақшалар мысалға. Содан без убытканы қолдану үшін, бірақ сіз телефонда бас алмай қарап тұру керексіз. Без убытка рұқсат берген кезде момент басып үлгеру керексіз. Демек, сізді ешкім мазаламау керек ол сәтте, барлық фокусыңыз телефонда болу керек. Ал ол кейде қиын болады. Өйткені маркет кейде ТВ-ға таңға таяу береді уақытта. Мысалы, 4:30-5-терде ТВ-ға берген кезде сіздің ұйқыңыз нашар болып тұрады. Ол кезде балаңыз жылап жатады. Мысалға, без убытканы қолдана алмай қалуыңыз мүмкін. Сол себепті мен депозитті мүлдем азайттым. Мысалы, $30 депозит саламын. $30 депозит салғаннан кейін мен бұны осындай sell, buy зона $195 диапазонын беретін сделкаға дейін кіші таймфреймдермен откаттардан разгон жасап, $30 депозиттен $100-200 прибыль жасап алам. Мысалы, $30 депозиттен мен $200 прибыль жасап алдым дейік. Міне, мысалы $170 прибыль жасап алдым. Мынаны қосқанда общий менде $200 депозит болды. Енді осының өзін мен 3-ке бөлемін. $100, $50 және $50. Барлығын қосқанда менде 200 болды. Демек, басында алғашқыда менде бір ғана шот бар еді, қазір менде 3 шот бар. Демек, 3 түрлі зонадан сделка ашуға болатын 3 депозит. Енді осы жердегі ең крупный $100 депозитімді дәл осындай шартовый позицияға іске қосамын. Мысалы, $100 мен кіретін болсам, бұл жерде біздің сделка кіретін диапазонымыз негізі максимум $4 дейін құрайды, минимум 50 цент, 80 цент, кейде біздің табығымыз 30 цент болып кетеді. Яғни, full маржаны іске қосуға өте ыңғайлы болады. Мысалы, $100 депозиттен мен не істеймін? Примерно 40 штук ашамын. Яғни бұл сіздің қолданатын брокеріңізге байланысты. Брокеріңіз безлимит беретін болса, сіз 40 штук аша аласыз. $100 депозит, $195 қозғалыс 40 штукқа көбейтемін. 195-ті көбейтемін 40 штук. Сонда менде $7800 прибыль болады екен. Қараңыз, сонда алғашқы 1 миллион 700 теңгеге қарағанда уже менің прибілім
үлкейді, иә? Оған қарағанда менде көп, яғни табыс жақсы болып келе жатыр, анализім дұрыс, және менің депозит басқаруым, қаржылай сауаттылық бар деген сөз. Енді келесінде тағы да мен сделка ашамын. Сделка ашқан кезде келесі шотымды қолданамын. Мына шотқа тиіспеймін. Неге? Өйткені сіз sell зонада $100 депозитпен 40 штук ашып отырған кезде тейкіңіз бай зона, иә? Мысалы, тейкіңіз бай зона. Тейкті ала салып, сіз келесі сделкаға кіріп кете алмайсыз ғой. Келесі сделкаға кіріп кететін болсаңыз, сіз тапқан мынау $7,800 прибыльдің барлығы уже күйіп кету мүмкін. Эмоцияға беріліп, сделкаға көп, уже лотыңызды үлкейтіп аша беруіңіз мүмкін. Немесе сіз тейкті кішкене ертелеу қоясыз. Ерте шығып кетесіз де, сөйтіп $7,800 депозитіңізді шешіп алып, қалған $100 депозитпен осы бай зонадан сделкаға кірсеңіз болады. Ал мен олай қатты бас қатырғым келмейді. Мен 3 депозитті сол үшін бөліп тастаймын. $100 депозиттен бірінші $7,800 тауып болғаннан кейін ол жақта қалдыра саламын да, кейін ақшаны шешіп ала беремін. Өйткені главный ақша бар. Келесі $50 депозитті аламын да, мына жерден сделка ашамын. Егер де $50 депозитіммен 100 қателестім, 10 немесе 20 штук ашып, мен фул маржамен кіріп, егер де күйетін болса, ол стоп алатын болсам, демек менде $50 күйеді. Түсінесіз бе? Алғашқыда $200 депозиттен сіз 10 штук қана ашып, стоп алып отырсаңыз, бәрі $50 сүйеді, ал $50 сіз фул маржамен кірсеңіз, бәрі сол ақшаңыз күйеді. Сонда мен бір депозиттен бір зонан прибыль әкеліп, екінші зонан стоп алған жағдайда мен бәрібірде прибыльді отырамын. Дәл осылай депозитті дұрыс басқару қажет. Бұның барлығы менің практикамнан өткен лайфхактар. Яғни сіз трейдингте депозит басқару үшін бірінші білім қажет, стратегия қажет, тұрақтылық қажет, және оған плюс 70-60% өзіңіздің логикаңыз мықты болу қажет. Сіз міндетті емес мынаның барлығын эксперт сізге үйретуі. Яғни кімнің практикасында бар, ол эксперт сізге үйретеді. Ал егер ол экспертте болмаған жағдайда, сіз бұларды өзіңіз практика жасау арқылы, жұмыс жасау арқылы өзіңіз түсініп, ұғып кетуіңіз қажет. Өйткені трейдингтің білімі өте шексіз, терең. Сол үшін де логика мықты болу қажет. Трейдинг саласы жаңадан бастаушыларға, 18 жасқа дейінгі, 50 жастан кейінгі үлкен кісілерге бос уақыты жоқ. Трейдингті кәсіп ретінде, яғни қосымша табыс ретінде қараймын дейтін жандарға арналмаған. Өйткені бір ғана курспен оқып сіз тез байып кетпейсіз, яғни трейдинг саласы тез байытын жол емес. Бұл кәдімгі медицина саласы сияқты сіз бірнеше курстан өтесіз, үлкен талап пен еңбекті қажет ететін элитный мамандық екенін ұмытпаңыз. Сау болыңыздар. Видео ұнаса, астына пікір қалдырып, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Келесі видеода жауап береміз.